Темір жолда 42 жыл стажым бар, машинист болып істеймін. Сол 30 жылдай машинист. Мамандығым менің әкелерім, ағаларым династия. Сол 15 баладан 12-сі сол депода істейміз, темір жолда. Содан сол әкемнің жолын таңдап сонда істедім. Ағам да, ағаларым бәрі сонда істедім. Темір жолда өзгеріс енді мынау бұрынғы неге тепловоздарға қарағанда жаңа тепловоздар келіп жатыр, жақсы жұмыскерлердің жаңағындай социальный жағдайын жаңағы путевкалар беріп жатыр льготный. Сол жалақыны уақытында беріп жатыр, жақсы жалақылар көтеріліп жатыр. Мынау бәрі қымбаттап жатса да әйтеуір сол көмекті 7%, 10% қосып отыр, жақсылық жасап жатыр қолдарынан келгенше. Сол енді жалақымыз да жаман емес енді біздің машинистің оған рахмет тауа дейміз. Болашақта машинист болатын адамдарға, балаларға айтатын, әр адам өзі орында, өзі міндетін 5-5 істеу керек. Сонда тәртіп болады. Жаңағы темір жол несі бұзылмайды, қауіпсіздігі бұзылмайды. Сол айтарлығым сол. Әр адам темір жолға баратын жаңа балаларға өз жұмысын жаңа 5-ке орындау керек. Сол. Темір жолшылар күні әріптестеріме енді не тілеймін? Бірінші денсаулық тілеймін, аман-есен пенсияға шығуын тілеймін. Балалар аман, дендері сау болсын, ақшалары көп болсын. Мынау қазақ еліміз, жеріміз аман болсын, тыныштық болсын. Сол тілейтін.